Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және нәзік, сүтті қызға ұқсайтын шоколадты қызды пісіріп үйренейік. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен таза ыдысқа 5 жұмыртқаны жіберіп, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксердің де керек емес, қолмен араластыра берсеңіздер болады. Жақсылап араластырғаннан кейін оған сүтті сгущенкамызды қосамыз. Сгущенканың сапасы өте жақсы болу керек. Келесі құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз және массамызға біртіндеп қосып, жақсылап, мұқият, асықпай араластырасыздар. Менде видео жылдамдатылған, сондықтан тез-тез сияқты болып көрінеді. Бұл жерде айта кететін, какаоны міндетті түрде илеуіштен өткізіп алыңыздар. Массамыз біздің қоймалжың болады. Ол сгущенка мен какаоға байланысты. Егер қою болып жатса, 50 мг кәдімгі сүтті қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырасыздар. Қамырымыз тым қою және тым сұйық болмау керек. Бір-екі рет пісіргеннен кейін өздеріңіз үйреніп аласыздар. Противенге пергаментті жайып, мен осындай әдісті қолданамын. Кальцияның керек диаметрін өлшеп алып, қамырдың бетіне біраз ғана матырып, оны пергаментқа қойып, осылай із қалдырамын да, содан кейін үстіне қасықпен құя беремін. Бұл әдіс қарындашпен сызып жатуды керек етпейді. Өте ыңғайлы. Бұл жерде торттың диаметрі 18 см, сондықтан маған противенге 2 дөңгелек сиіп тұр. Ал егер сіздердің торттарыңыз үлкен болса, онда бір-бірден пісіріп шығасыздар. Қамырларымыз жұқа болғандықтан 160-180 градус шамасында 4-5 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Байқап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Міне қамырымыз осындай нәзік, жұқа және жұмсақ болып шығады. Ол піскеннен кейін осылай пергаменттен ажыратып, бөлек-бөлек қойып суыта бересіздер. Қамырымыз кеуіп кетпесе, пропитканы талап етпейді. Ал егер құрғап тұрса, пропитка жасауға болады. Кальций арқылы тегістеп, бүкіл қамырымызды кесіп шығамыз. Бұл жерде менде шоко-чиз крем болады. Клейгей, творожный сыр және қант ұнтағы немесе қант. Мен қант саламын. Жақсылап бәрін біріктіріп араластырамыз. Ингредиенттер міндетті түрде салқын болу керек. Міне осындай қоймалжың нәзік крем-чиздің үстіне 2 ас қасық какао қосып, илеуіштен өткізіп алып, жақсылап араластырып алып, міне осындай шоко-чиз кремін дайындап аламыз. Кремді бірден пайдаланамыз. Енді әдеттегідей тортымызды жинаймыз. Кождың бетіне 2 қасық крем қойып, тегістеп, бір-бірлеп жинап шығамыз. Тортымды жинап болғаннан кейін сыртына ацетатный пленка орап және кольцо кигіземін. Бұл торттың тұрақталуына және сырты бәрі тегіс болуына мүмкіндік береді. Бір түн менің тортым холодильникте тұрады. Міне тортымыз түні бойы тұрып, тұрақтанып, кремді жақсылап сіңіріп, келесі күні жаны бәрі тегіс болып шығады. Қосымша тегістеуді қажет етпейді. Әрі қарай мен тортты әсемдеймін, қызық болса соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде менде шоколад қосылған крем-чиз. Егер қызық болса жазып кетіңіздер, бұл кремнің де рецептін саламын. Тортты тегістеу оңай жұмыс емес, сондықтан бұл жерде де жылдамдатылған және жартысы кесілген. Сондықтан тегістеуді үйренгісі келіп жүрген қыздар, еш уайымдамаңыздар, жаса үйренесіздер. Ең басты айтарым, қыздар, ерінбеңіздер. Үйренемін десеңіздер, пісіріп жаттыға беріңіздер. Ең бастысы торттың дәмі. Ал безендіру мен тегістеуді уақыт келе өздеріңізде үйреніп аласыздар. Сондықтан тегін мастер-класстарды пайдаланып, көріп, жақсылап мұқият қарап үйрене беріңіздер. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Егер пайдан тиіп жатса, өте қуанышты боламын. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар.
Осы видеоны көргендеріңізге көптен көп рахмет. Пайдасына асып жатса, өте қуанышты боламын. Пайдаларыңызға жаратыңыздар. Келесі кездескенше.